Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін апельсин мен шоколад қосылған өте дәмді, тез дайындалатын, духовканы қажет етпейтін чизкейк дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге әртүрлі печенье қажет. Яғни печеньеларымызды алып, блендерге салып ұсақтап аламыз. Үстіне бөлме температурасында ерітілген сары майымызды қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Формамыздың үстіне дайын болған печеньемізді салып, яғни жан-жағын бортиктарын құрып, негізін дайындап холодильникке салып қоямыз. Енді бізге желатин қажет. Желатинімізге бір апельсиннің соғын езіп, соғын құйып, алдыңға дайындап шетке қойып қоямыз. Және де 20-25% қаймақ, оған қант ұнтағын, және де таза шоколадымызды майда үккіштен өткізіп, осы қаймағымызға қосамыз. Және де бір апельсиннің цедрасын майда үккіштен өткізіп, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Және де желатинімізді микроволновкада ерітіп, осы қаймақтың қоспасына қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды енді печеньеміздің үстіне құйып, бетін жақсылап тегістеп, холодильникке салып қоясыздар. Яғни түнде дайындап қойсаңыздар, таңертеңге дайын болып тұрады. Міне біздің шоколад пен апельсин қосылған, қолжетімді азық-түлікпен дайындалатын, духовканы қажет етпейтін өте дәмді чизкейкіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лүпіл басып, қолдап кетсеңіздер болады. Менің арнамда бұдан да басқа көптеген чизкейктердің рецептісі толық видеосы жүктелген. Сондықтан кіріп көрсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет.